Biz mektepke keldik. O da yana. Evet. Taraftan gülüş. Evet. Kız koptuk var. Прикольно. Давай, оtur. Böyle sürmemiz. Я сейчас плакать буду. 7-10 класс олай болса қанекей құрметті достар, бір орнымыздан тұрып осы 10-шы классқа бір қошеметтерді беріңіздерші. 444, 10, молодец, красавчик. Командира, поехали, показывайте сердечки. Чурек, ага. Эй, молодец, вот, To'xtaymiz deymiz. 1, 2, 3. Kuldayana. O yerimmen inovat. Şabalarının uykusundan turda. Uykundan tursa işte. Естіп тұрам ол ойда. Айнұр ханым ұйқысынан тұрды да сағатқа қарады. Сағатқа қараса обедкі 12 мықты біз капустник жүргізіп жатырық. Анау сасығаннан ары бері жүгірді. Ойбай не істерін білмей. Жүгір, ары бері жүгір, аяға жүрші. Бері жүгір. Бір орында қатты да машинаға мініп, не болса да жуынбай мектепке барайын деді. Сөйтіп машинаға отырып, машинаға оталдырайын десе, машина оталмайды. Оталмайды машина. Әлі оталмайды. Машина оталды. Машинамен басып мектепке қарай кетті. 1-ден 2-ге ауыстырды. 2-ден 3-ге. 3-ден 4-ге. Резко тоқтады. Неге десе жолдың бойында мысық жатыр. Айнұрда қарғап жіберді. Ой, сен қашып кетті ғой машинамен. Машинадан Айнұр түсті. О май гад, деді. Боже мой, я раздавила бедного кота. Ей, қош өлген мысық өлді ғой деді. Мысықты аяқпен бір тепті. Қатыгезі екен. Қайтта машинаға отырып, мектепке қарай кірсе, мектепте әлі звонок ойнап жатыр екен.
цветошки. Цветошка. Цветошка. Үй тамақ жей береміз бе? Иә. Ладно. Үйдеміз. Достар, бүгін бізде қонақ келеді. Осындай отыр қазір. Это до. Кешке после көресіңдер, бірақ после дым қалмайтын сияқты. Біз қарға келеміз. Біз қазір собираемся куда? Кайфовать. Вот. У нас марафет. У нас бардак. Не обращаем внимания. Это девчачьи сборы. Так. Мен не жақтым? Мен только тон жақтым, ақ көткен жерлеріме. Школа сошла с ума от этой новенькой. Это, короче, бізде гель для бровей для от Sensible, который уже заканчивается, уже өліп кеткен. Бірақ мен қолданамын, потому что... Бізде Дания ана жақта не істеп жатыр? Атқарыш. Вот, смотрите, локоны. Депрессивный плейлист, достар. Ештеңе сұрамаңдар, иә, Дания? Достар, мы готовы. Злая народ рвался. Везде подругливо. Нифига. Бақтым ғой мен жүрді. Она такая сонная, серым картигане, мимо людей, что ее окружает. В руках ее кофе, но не согревает. Ведь в этом городе все о нем поминает. Он ей не отвечает, хоть и был онлайн, но может сильно занял. И ноги на вайбер, недоступен номер до нее. Недоступен номер, потому что он теперь звезда. Ну ладно. Біз енді суши жейін деп отырық, бәрін жеп тастап. Biz idemiz. Только с тобой. А тось. Покажник тегелі. Бич. Достар, бұл бізде влогтың екінші күні. Біз уже тек тұрмаста жүрміз. Не істеп жүрміз? Ұйқымыздан тұрғызып алып, тамақ ішіп. Мақта мороженое, мен қаланы жеймін, кішкенеден кейін. Еріп кеткеннен кейін. Достар, міне біз Самоктан түстік жерге қарай. Ада не? Анау бізде Талас өзені. Ағысы өте қатты өзендердің бірі деп айтақ болады. Дала өте ыстық. Мы не можем найти место, где можно просто отдохнуть и прохлаждаться. Потому что жарко. Вот уже суда бітіп. сарайдың орны табылған. Бірінші керуен сарай және одан кейінгі екінші керуен сарайдың орны. Хамам моншасы және медресе табылған бұл аумақтан. Және екі үлкен көрме табылған деп айтады. Жалпы құмыра үлкен. Бірінің ішінен әйел адамдардың әшекей бұйымдары табылған. Алтыннан және күмістен жасалған.
ал екіншісі қойып қояды осы аумаққа зерттеу барысында. Ал егерде табылған жәдігер 50-60%-дан асатын болса, оны қайта қалпына келтіріп, сынған бөліктен оны музейге табысталады жәдігерлер. Ал енді сынған бөліктері 50%-ға Біз алыстан көре алмаймыз. Пойдем. Қыш құмыра табылған. Жер тастасай? Жер тастаған келіп жатыр. Күшті екен. Не знаю. Пагулап болған ба? Жүріп көргім келіп тұр же. Бассам өлтірмей ма? Жабайы болып тұрмын ғой сырттан. Аңғарандар. Прикольно ғана. Бұл екінші керуен сарайдың беткі бөлігі реставрация, ал астыңғы бөлігі осы тұтынысқа келгендегі кірпіше деп айтады. Осы бөліктері ғана шіріп үгітіліп жатыр. Ал бұл аумақ арқылы сулардың құбырлардың болған деген сияқты. Ал мына жері зындан орналасқан қоқан мемлекетінің кесірі. Анау домалақты қарасаңыздар. Оның тереңдігі 3-4 метр төменге қарай керек. Зындан деп білетін жасап. Іште кіріп көрейін ба? Прикольно. Походу. Замок болған сияқты ғой, Замок болған сияқты ғой. Қамтар үлкен ғой деді. Үлкен ғой деп, кішкентай ғой. Ана қақпаға, анаған барғым келіп тұр мен. Ана қақпаға барғым келіп тұр. Твой, видно, что это вообще папье-маше ғой мынау. Я думаю. Тас сияқты, кәдімгі. Обычно папье-маше. Блин, красиво видно. Менің влогым аяқталды. Сіздерге ұнады деген адамға лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.